Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, эфирде төрелік бағдарламасы. Ерекше іс жүргізу тәртібімен заңдық маңызы бар фактілерді анықтау, өздерінің құқықтары мен мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ететін азаматтар үшін де, мемлекет үшін де маңызды болып табылады. Себебі заңдық маңызы бар фактілерді анықтаудың сот тәртібін белгілеу кезінде заңсыз жеңілдіктер мен мүліктік пайда көру мақсатында құқықтарды теріс пайдалануға жол берілмейді. Төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымында заңдық маңызы бар фактіні анықтау төңірегіндегі өзекті мәселелерді жан-жақты талқылаймыз. Хабарға Біржансал аудандық сотының судьясы Фархат Уәлибекұлы Әбдірайымов қатысады. Кеш жарық, Фархат Уәлибекұлы, әр хабар сайын айтып келеміз, халық амалы таусылып әлде бір мәселесін шеше алмай тығырыққа тірелген кезде соттың көмегіне жүгінеді. Қара қылды қақ жаратын әділдік іздейді. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істердің ерекшелігіне тоқталсақ алдымен. Рахмет, кеш жарық құрметті төрелік бағдарламасының көрермендері. Жалпы сот заңды маңызы бар фактілерді анықтау туралы істерді Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің 32-ші тарау 302-ші бабына сәйкес ерекше жүргізу тәртібімен қарайды. Істі соттың талқылауына дайындаудың тәртібі қандай? Ол қанша уақытқа созылады? Сот арызды іс жүргізуіне қабылдап алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде істі соттың талқылауына дайындауды жүргізеді. Бұл мерзімді ұзартуға жол берілмейді. Фархат Уәлибекұлы, жаңа өзіңіз соттың арызды қабылдап алғаннан кейінгі процедураларын атап өттіңіз. Ендігі арада сол ерекше жүргізілетін істерді қараудың тәртібі қалай жүзеге асырылады? Осыны айтып өтсеңіз. Ерекше жүргізілетін істерді азаматтық процестік кодексінің 31-ші және 49-ші тарауларында белгіленген ерекшеліктермен қоса талап қою ісін жүргізу қағидалары бойынша соттар қарайды. Ерекше жүргізілетін істерді сот арыз берушінің және мүдделі тұлғалардың қатысуымен қарайды. Егер арыз берген немесе істі ерекше іс жүргізіп қарау кезінде соттың ведомстволығына құқығы туралы даудың бар екендігі туралы белгілі болса, сот арызды қараусыз қалдыру туралы ұйғарым шығарады. Сонымен тараптар мен мүдделі тұлғаларға олардың талап қою ісін жүргізу тәртібімен сотқа жүгіну құқығы түсіндіріледі. Заңдық маңызы бар фактілердің тармағы да өте көп. Сот қандай фактілерді қарайды? Сот азаматтардың немесе заңды тұлғалардың жеке не мүліктік құқықтарының туындауына, өзгеруіне немесе тоқталуына байланысты болатын фактілерді анықтайды. Яғни адамдардың туыстық қатынастарын, адамның біреудің асырауында болуын, тууды, бала асырап алуды, некеге тұруды, ажырасуды және қайтыс болуды тіркеуді, әке болуды тануды, құқық белгілейтін құжаттардың азаматтық хал актілерін жазу органдары беретін куәліктерді қоспағанда, құжатта көрсетілген аты, әкесінің аты немесе тегі, осы көрсетілген адамның паспорты немесе жеке куәлігі немесе туу туралы куәлігі бойынша атына, әкесінің атына немесе тегіне сәйкес келмейтін адамға тиесілі екендігін анықтайды. Егер арыз берушіде мүліктің тиесілігі туралы құқық белгіленетін құжаттар бар болып, бірақ ол жоғалған болса және көрсетілген факт соттан тыс тәртіппен анықтала алмайтын болса, жылжымайтын мүлік объектілерін иеленуді, пайдалануды және оларға билік етуді растайтын құжаттардың болуын анықтайды. Егер жазатайым жағдай өзгеше тәртіппен растау мүмкін болмаса, жазатайым жағдайды азаматтық хал актілерін жазу органдары қайтыс болуды тіркеуден бас тартқан жағдайда адамның белгілі бір уақытта, белгілі бір мән-жайларда қайтыс болуын, егер нотариаттық әрекет жасайтын тұлға мұрагерлік мүлікті иелену үшін күшіне ену фактісін растауға қажетті тиісті құжаттардың болмауына немесе жеткіліксіздігіне байланысты мұраға құқық туралы куәлікті арыз берушіге бере алмаса, мұрагерлікті қабылдау және мұрагерліктің ашылу орнын анықтау туралы істерді қарайды. Фархат Уәлибекұлы, жасыратыны жоқ, соңғы кездері туған туыстың арасында жылжымайтын мүлікке қатысты дау жиілеп кетті. Иесі кім екенін анықтауға байланысты істердің көп екені даусыз арыз берудің тәртібі қалай жүзеге асырылады? Оның мазмұны қандай болуы шарт? Заңдық маңызы бар фактілерді анықтауға қажетті шарттар арыз берушінің мұндай фактілерді куәландыратын тиісті құжаттарды өзге тәртіппен алуы мүмкін болмаған кезде, не жоғалған құжаттарды қалпына келтіруі мүмкін болмаған кезде ғана осы фактілерді анықтайды. Жылжымайтын мүліктің
орналасқан жері бойынша сотқа берілетін заңды маңызды бар фактіні анықтау туралы істер бойынша арыз жылжымайтын мүлік объектілерін иеленуді, пайдалануды және оларға билік етуді растайтын құжаттардың болу фактісін қоспағанда арыз берушінің тұрғылықты жері бойынша сотқа беріледі. Арызда арыз берушінің осы фактіні қандай мақсатпен анықтауы қажет екендігі көрсетілуге тиіс. Сондай-ақ арыз берушінің тиісті құжаттарды алуы мүмкін еместігін, не жоғалған құжаттарды қалпына келтіруі мүмкін еместігін растайтын дәлелдемелер келтірілуге тиіс. Тағы бір маңызды мәселе, егер арыз қате қабылданып іс қозғалған жағдайда қандай әрекет жасалады? Арыз қате қабылданып іс қозғалған жағдайда, онда ол азаматтық процестік кодексінің 277 бабының 1 тармақшасының негізінде тоқтатылуға жатады. Шағымданушы арызын берді делік, ол іс қаралды, заңдық маңызы бар фактіні анықтау туралы сот шешімінің негізі қандай болады? Заңдық маңызы бар фактіні анықтау туралы соттың шешімі, егер мұндай құқық осы органдар беретін құжаттарды ауыстырмай тіркелуге жататын болса, тиісті құқықты мемлекеттік тіркеуге және тиісті құжаттарды беруге негіз болып табылады. Туыстық қатынастар фактісін анықтау қалай жүзеге асырылады? Туыстық қатынастар фактісін анықтау, әдетте туысқандар осы фактіні тиісті құжаттарды ұсыну арқылы дәлелдей алмайтын жағдайларда орын алуы мүмкін. Бірінші және екінші кезектегі мұрагерлер болып табылатын ата-анасы мен балалары, аға інілер, апа қарындастар, ата әжелер арасындағы туыстық қатынас азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куәліктерді, туу туралы куәліктерді, неке тіркеу, бұзу туралы куәліктерді және тағы басқа ұсыну арқылы құжатпен растауы мүмкін. Сондықтан мұрагерлік құқығын алу үшін туыстық қатынастардың фактісін анықтау туралы арыз беретін мүдделі тұлғалар әдетте бірінші және екінші кезектегілерден басқа кейінгі кезектегі мұрагерлер, немере аға інілер, апа қарындастар, нағашы ағалары мен нағашы апалары және тағы басқа болып табылады. Ерлі зайыптылар қандас туыстар болып табылмайды, сондықтан олардың арасында туыстық қатынастар анықтау мүмкін емес. Қайтыс болған адам өмір сүрген кезде өзін арыз берушінің әкесі деп таныған негіздер бойынша мұрагерлікті алу мақсатында туыстық қатынастар фактісі анықталуы мүмкін емес. Мұрагерлікке қатысты да даудамай көп ретте сотқа жүгінуге әкеледі. Осы тұрғыдағы мәселеге қатысты заң не дейді? Мұрагерлікті қабылдау фактісін анықтау туралы арыз азаматтық процестік кодексінің 305 бабының 2 бөлігінің 9 тармақшасы, егер нотариаттық іс-әрекет жасайтын орган мұраға алынған мүлікті иелену фактісін нотариаттық тәртіппен растау үшін тиісті құжаттардың жоқтығына немесе жеткіліксіздігіне байланысты мұраны иелену құқығы туралы куәлікті арызданушыға беруге құқысы болмаса, ерекше өндіріс тәртібімен қаралады. Егер қажетті құжаттар ұсынылып, бірақ мұраны иелену құқығы туралы куәлікті беруден бас тартылса, арызданушы азаматтық процестік кодексінің 45 тарауында мазмұндалған қағидаға сәйкес нотариаттық іс-әрекет жасаудан бас тартуға байланысты шағымданып, сотқа жүгінуге құқылы. Егер мұраны қабылдау презумпциясын көздейтін Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің ерекше бөлімі күшіне енгізілген 1999 жылдың 1 шілдесіне дейін шын мәнісінде қабылданса, мұндай фактілердің анықталуы мүмкін екенін соттар назарда ұстаулары қажет. Мұндай жағдайда бұрын қолданылған заңнаманың басшылыққа алу керек. Сонымен қатар мұндай фактілер мұраны қабылдаудың 6 айлық мерзімін белгіленген азаматтық кодексінің 1072 бабының 1 тармағы, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы заңы қолданысқа енгізілгеннен кейін анықталуы мүмкін. Фархат Уәлибекұлы, соңғы кездегі ұрпақтар сабақтастығы деген сөзден біраз алыс қалып бара жатқанымыз жасырын емес, өкінішке орай, әсіресе мынау мұрагерлікке талас деген соңғы кездері өте жиілеп кетті. Біржан-Сал аудандық сотында осындай істер қаралды ма? Дәл сіз сұрақ қойған бойынша азаматтық іс түскен жоқ, алайда басқа фактілер бойынша істер қаралды.
Олар яғни еңбек кітапшасының жұмыс өтілін дәлелдеу туралы жаңағы олар кезінде мысалға білесіздер, ауылды жерлерде үлкен апаталар тұрады. Олар кезінде кеңестік дәуірінде жұмыс істегендер. Сол себептен ол кезде көп қателіктер кеткен болатын. Мөр басылмай қалады. Және де Кеңестік Республика одағының мөрлері қазіргі таңда ол есептелмейді. Сол үшін көбінесе осы жұмыс фактісін, еңбек фактісін анықтау туралы істер түседі. Көбінесе сол зейнетке шығар кезде олар сотқа жүгінеді. Олар тиісті органға барады. Ол органдар оларға жауап береді. Яғни бұл кеңестік кезінде болған жұмыстар ол қазіргі таңда ешқандай архивте ешкеде сақталмаған, жұмыс орны қазіргі таңда жойылған. Сол себептен олар анықтау мүмкін емес. Сол себептен олар сотқа жүгінеді. Сот қалдынай шешім шығарады. Сіздер қалай оны анықтайсыздар? Әлде бір куәгерлер тарту керек пе? Әрине, дәл сол уақытта бірге жұмыс істеген жұмысшы екі куә немесе бір куәні шақыртамыз. Олардың да еңбек кітапшасын қараймыз. Бізде тиісті органдарға сұранымыз жібереміз. Олардан бізге жауап келеді, мүмкін емес деген. Соған сүйене отырып, куәлерді тыңдай отырып, сот шешім шығарады. Фархат Уәлибекұлы, мұрагерлікке қатысты басқа да жаңа заңдық маңызы бар фактілерді анықтауға қатысты жан-жақты ақпарат бердіңіз. Өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Бүгінгі бағдарламаға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.